Әріптестер, қазір сіздерге мен экран бетінде скриншот жасайтын программамен таныстырғым келеді. Яндекске болмаса Google жолағына жазыңыздар, ликшот деп жазсаңыздар, осы программа для скриншотов деген шығады. Менде мына тұр ғой, бірінші болып, осыны басасыздар. Осыны басқан кезде сіздерге шығады, мына программа шығады. Осыны скачать етіп аласыздар. Мына жоғары жақта скачать бесплатно деп бар, оны скачать етіп алыңыздар. Ол сізге орнатылады яғлық болып. Оның белгісі мынадай логотипі. Енді бұл арқылы біз осы программа арқылы мен кез келген суреттің бетінде тұрған бір объектіні скриншот жасап алуыма мүмкіндік бар. Бұл жерде қарап отқандарыңыздай, видеода болып жатқан бейнелерді скрин жасауға болады, суреттердің үстінде де болады. Енді төмен қарай өтсеңіздер, мінекей скриншот жасаудың видеосы, нұсқасы бәрі тұр. Мына жерде қалай пайдалану керек осы туралы видеосы да бар. Көріп танысаңыздар болады. Тіркелгеннен кейін скачать етіп, мына жерде тілдері бар. Осыны жаңағы орыс тіліне қойып қойсаңыздар болады. Енді қазір мысалға маған менде орнатылған бұл программа компьютердің шетінде тұрады. Бұны бір рет басқанда осылай экран сұр болып тұрады. Сосын қажет жерді ғана бүйтіп скрин жасауымызға болады. Мысалға мен қазір былай экран бетін тартам төмен қарай. Маған осы аймақ қана қажет. Осылай керек жерін ғана скриншот жасап алсаңыздар болады. Мінекей саймандар тақтасы мына жерде тұр. Бұны сурет қылып сақтайтын болсаңыз, мынау дискінің сурет тұр ғой. Сохранить деген тұр. Осыны басасыз. Осыны басқанда бұл осы жерге сақталады. Мысалға мен бұны 00 деп сақтай салайын. 001 деп. Мінекей. Бұл бізде сақталды қазір. Бұл бірінші нұсқасы. Тағы да екінші нұсқасы бар. Осылай белгілеп аламыз. Белгілеп алғаннан кейін бұны мына копировать деген тұр. Яғни бұл копировайтты алғаннан кейін мінекей копировайтты басам, біз бұны презентация сонда жұмыс жасаймыз ғой. Сол кезде бұл бізге қажет болады. Мысалы, мынаның бетіне мен қоятын болсам, жаңағы скриншот жасаған жеріміз осылай келеді. Мінекей. Осының қажет жағдайда, мысалға, презентациямен жұмыс жасағанда өте қажет бұлар бізге. Осылай соғысып, өзіңіз регулировка жасай бересіз. Одан кейін тағы да бір несі бар. Бұлай тағы да выделять етіп алайық керек объектіні. Одан кейін мына жерде қарайтын болсаңыздар, шығаруға да болады. Тура осы маңайын, мына белгіленген жерін, мына печать деген тұр, сол жерге бассаңыз, принтерден шығарып аласыз. Енді мына жерде мына суреттің үстінен қарындаш белгісімен барып шимақтап жазуыңызға болады. Оның үстіне мына линия арқылы жаңағы объектілер жаңадан сызуыңызға болады. Мына прямоугольник арқылы геометриялық фигуралардың барын пайдаланып, сіз мынаның үстіне жаңадан сызба жасай аласыз. Текст жаза аласыз. Түсін таңдайсыз. Мінекей осы үшін қажет мынаның барлығы. Текст жазғаннан кейін осылай жаза бересіздер. Бұл қай жерге қажет, соны апарып былай қоя аласыздар. Сосын осыны апарып сохранить етесіздер. Мынау кәдімгідей сурет болып сохранить етіледі сосын. Мінекей осы мына программаны пайдаланып көріңіздер. Өте қажетті программалардың бірі.